Сәлем достар, біз сіздермен конус тақырыбына арналған есептерді шығарудамыз. Бізге берілген қиық конустың жазбасы берілген. Және осының берілгендер бойынша конустың кіші табан радиусын, үлкен табан радиусын, жасауышсын және бір бетінің ауданы мен толық бетінің ауданын табуымыз керек. Олай болса, алдымен бізде берілгені бойынша с тең 5π деген сөз, яғни мына қиық конустың жазбасының кіші бөлігінің ұзындығы, ал ол мына кіші шеңбердің ұзындығына тең деген сөз. Олай болса, с тең 5π, ал шеңбердің ұзындығын формуласы бойынша ол бізде 2π r-ға тең. Яғни бұл жердегі r-іміз кіші r-ға тең деген сөз. Енді осы формула бойынша r-ді табатын болсақ, 5π-ді бөлеміз 2π-ға. Сонда мәні қалады 2,5-ке. Енді дәл солай үлкен табан радиусын табатын болсақ, бұл бізде үлкен r-ға тең. Ал бізде қиық конустың жазбасындағы үлкен сақинаның бөлігінің ұзындығы 20π-ға тең. Олай болса, табандағы дөңгелектің ұзындығы да 20π-ға тең. Сонда с тең 20π-іміз тең болады 2πr-ға, яғни үлкен дөңгелектің радиусына. Енді осыдан радиус табатын болсақ, 20π-ді бөлеміз 2π-ға. Сонда үлкен табандағы радиусы 10-ға тең деген сөз. Енді L жасауышысы ол сурет бойынша қарайтын болсақ, мына ұзындығы 15-ке тең. Олай болса, қиық конустың жасауышысы да 15-ке тең деген сөз. Енді балалар, біз енді конустың бір бетінің ауданын табайық. Бір бетінің ауданы ол бізде мына сақинаның бөлігі болып табылады. Осы бір бетінің ауданын формуласын еске түсірейік. Сонда конустың бір бетінің аудан формуласы ол бізде PL жасауышысы мен радиустарының қосындысының көбейтіндісіне тең. Яғни үлкен табан радиусы мен кіші табан радиусын қосып, жасауышысы L-ға көбейткенге тең. Орнына қоятын болсақ, P L-дің жасауышысы 15-ке тең, үлкен радиусы 10-ға тең, ал кіші радиусы бізде 2,5-ке тең. Барлығын қосып көбейтетін болсақ, бір бетінің ауданы 187,5π-ға тең. Яғни осы бізде бір бетінің ауданы болады. Яғни өлшем бірлігі берілмегендіктен квадрат бірлікті жазамыз. Енді бізге керек осы қиық конустың толық бетінің ауданы. Енді толық бетінің ауданында бізде екі табаны бар. Яғни кіші табан S1 деп белгілесек, үлкен табан S2 деп белгілейміз. Сонда екі үлкен табаны мен кіші табан қосып, және бір бетінің ауданын қосуымыз керек. Сонда қиық конустың толық бетінің ауданы тең болады S1 қосылған S2 қосылған және осы қиық конустың бір бетінің ауданы. Енді S1 табатын болса, ол бізде дөңгелектің ауданы формуласы πr квадрат. Кіші r квадрат. Қосылған үлкен табаныныкі πr квадрат болатын. Және бір бетінің ауданын біз тауып алдық. Ол бізде 187,5π-ға тең. Енді табандардың аудандарын радиустарын орнына қойсақ, кіші табаны 2,5, оны квадраттасақ 6,125π-ға тең. Ал үлкен табанның ауданы радиусы 10-ға тең, квадраттасақ 100π-ға тең. Және бір бетінің ауданы 187,5π-ға тең. Енді осы өлшемдердің барлығын қосатын болсақ, толық бетінің ауданы 293,175π және өлшемі квадрат бірлікке тең болады. Балалар, біз сіздермен конус тақырыбына арналған есептерді шығарудамыз. Келесі кездескенше сау болыңдар.